Импланттық технологиялар. Бетбұрысты сәт. Коммерциялық негізде қолжетімді алғашқы имплантталған ұялы телефон. 2025 жылға қарай сауалнамаға жауап берушілердің 82% осы бетбұрысты сәттің нәтижесіне үміт артады. Құрылғылармен жарақталған адамдар саны күн өткен сайын өсіп келеді. Оның үстіне құрылғылар олардың денесіне қондырылған. Құрылғыны өзіңмен бірге алып қана жүрмейсің. Сонымен қатар олар адам ағзасына имплантталады. Сөйтіп сол адаммен байланыс қызметін, оның қайда жүргенін және жүріс-тұрысын анықтаумен қатар денсаулығын қадағалау міндетінде атқарады. Бұған дейінгі жүрек соғысын реттеуші, тағы басқа сырттан әсер етуші құрылғылар осы үрдістің бастамасы ғана болатын. Денсаулықты жақсартуға арналған жаңа құрылғыларды шығару тұрақты түрде жүзеге асып келеді. Бұл құрылғылар аурудың алдын алуға, өз кезегінде адамдарға қажетті шараларға ертерек кірісуге, сырқат деректерін мониторинг орталықтарына жіберуге немесе қандай дәрі-дәрмек қолдану қажеттігін автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді. Тері астына жазылған ақылды таңба суреттер мен басқа да оңтайлы чиптер бірегейлендірумен қатар әркімнің орналасқан жерін анықтауға көмектесе алады. Дененің ішіне имплантталатын құрылғылар сонымен бірге кіріктірілген смартфондар арқылы әдеттегі сөздерді және ми толқындары мен басқа да белгілерді оқу арқылы айтылмаған ойлар мен көңіл-күйді анықтауға көмектеседі. Импланттық технологиялардың оң ықпалы. Балалардың жоғалуын азайтады, емдеу тиімділігі өседі, өнімділік артады, шешімдер қабылдау жеңілдейді, бейнені танып білу және ол туралы жеке деректерге қолжетімділік арта түседі. Импланттық технологиялардың теріс ықпалы. Жеке өмірге қол сұғушылық, әлеуметті бақылау, деректер қауіпсіздігі деңгейінің төмендеуі, адамды мезі ету және тәуелділікте ұстау, жеке психикалық аурулардың асқыну деңгейінің артуы, яғни ілтипатты назардың жетіспеушілік синдромы. Импланттық технологиялардың беймәлім немесе әрі оң, әрі теріс ықпалдары. Өмір сүру ұзақтығының артуы, адамдар арасындағы қатынас сипатының өзгеруі, адамдар арасындағы өзара әрекет пен қатынастың өзгеруі, нақты уақыт ережесін бірегейлендіру, мәдени өзгеріс, мәңгілік жад. Іс-әрекеттегі түбегейлі өзгерістер. Денедегі тері асты таңба суреттер тартымды көрініп қана қоймай, автомобильдің бұғатын ашу, саусақпен немесе денеге жақындату арқылы ұялы телефон кодын енгізу секілді пайдалы қызметтерді де атқара алады. Витти Вокс мақаласы бойынша, ақылды тозаң әрқайсысы құм түйіршігінен де кіші, антеннасы бар толық жинастырылған компьютерлік құрылғылар тобы. Күрделі ішкі үдерістерді қолдау үшін қажеттілік бойынша адам денесіндегі желі ішінде жинақталады. Рак ауруының белгілеріне қарсы тұрып, жарадағы сырқатты жеңілдетуге тырысқан немесе маңызды ақпаратты сенімді шифрланған және хакерлердің қолы жете алмастай етіп сақталған осы құрылғылар тобының әрекетін көз алдыңызға елестетейікші. Осындай ақылды тозаңдардың көмегімен дәрігерлер хирургиялық әдісті пайдаланбай-ақ сіздің ағзаңызды емдей алады. Ақпаратты сіздің ішіңізде сенімді шифрланған дербес нано желіңізді бұғаттаудан шығарғаныңызға дейін сақтауға болады. Proteus Biomedical және Novartis компаниялары дайындаған ақылды дәріде оған бекітілген биореттеуші цифрлық құрылғы бар. Ол сіздің телефоныңызға ағзаңыздың дәріні қалай қабылдағанын хабарлап отырады. Бір сөзбен қорытындылай айтқанда, импланттық технологиялардың әрі пайдалы, әрі зиянды жақтары бар. Пайдалы жағы көбіне медицина саласына қатысты, яғни профилактикалық шаралар, аурулардың алдын алу және тағы сол сияқтылары. Ал зиянды жақтары, ол адамдарды жаппай тәуелділікте ұстау, яғни орта ғасырлардағыдай қол секілді бағынышты ету. Шын мәнінде анығын Алла біледі. Егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басып,
астына импланттық технологияларға байланысты өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Және осындай пайдалы видеолардың келесілерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеле кетуді де ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Ернар, қазақтың блогері.